Екінші дәріс қаржы қағидалары кітабын тәпсірлеуді жалғастырамыз. Бүгін 12-ші бет адамның болмысы және ақша деген тақырып. Енді болмыс деген қалай? Болмыс деген ол орысша сущность, яғни адамның табиғаты қандай болса, оның қолындағы ақшаның бар болуы, жоқ болуы, оның ақшаны басқаруы соған тікелей байланысты. Яғни біз кейде қаржы қағидалары, қаржылық сауат деп түрлі бір әдістерді, мысалы 10%-ын сақтап отыр, инвестиция жаса, үнемде, тағы басқа бір кеңестер айтуымыз мүмкін, бір кіріс шығыс есебін жүргіз, тағысын тағы жақсы кеңестерді ұсынамыз, бірақ адамға ол кеңестер қиын тиюі мүмкін, ол кеңестерді қабылдай алмауы мүмкін. Неге қабылдай алмауы мүмкін десеңіз, өйткені оның болмысы басқа болуы мүмкін. Мысалы, бір адам болмысы шапагөлік болуы мүмкін да. Оған ақшасын жұмсаған ұнайды. Мен оны басқаша айтамын мынау кітапта. Ақшасынан айырылған, ақшасынан айырылуға асығатын адам деп айтамын да мен шапагөліктерді, тұтынушыларды. Яғни ақшаға тұтынушылық көзбен қарайды. Ақша түсті ма, бірден соны жаратып тастау керек, бірден одан арылу керек деген бір программа бар сияқты да, оның болмысында, табиғатында. Яғни сол бір болмысын адам түсіну керек, содан кейін сол болмысымен жұмыс істеу керек та негізі. Неге оған үнемдеген қиын? Неге ол үнемдегенді жақсы көрмейді? Бірақ мысалы Құранды алсақ та, қаржы эксперттерінің сөздерін алсақ та, барлығы үнемде, ақшаға ұқыпты қара деп айтып жатады. Бірақ бұл кеңесті біраз адамдар біздің қоғамда өкінішке қарай қабылдай алмай жатады. Дұрыс деп айтады, бірақ болмысымен қабылдай алмай жатады. Яғни бұл тереңде жатқан мәселе да. Қаржы қағидалары деген кітапта бұл тек қана цифрлар, ақшаны қосу, азайту, процент деген мәселелер емес. Бұл жерде бәлкім тереңірек үңілу бар да бұл кітапта. Мысалдардан да түсінген шығарсыздар. Яғни өзіңнің ішіңе үңілесің, өзіңнің табиғатыңды түсінесің, ол қайдан болып жатыр, менің былай ақшаны шашқыштығым, ақшадан айырылуым, былайша айтқанда ақшаны тез жаратып тастағым келуі қайдан келіп жатыр, ол неге менде ол программа тұр деп, соған бір осы сұрақтарға жауап іздеу керек деп ойлаймын. Енді бір мысалды естідім мен. Мысалы, бір кісі айтады да, мен ақша түссе қолыма бірден жаратып тастағым келіп тұрады дейді. Енді қазір психологтарда көбейіп кетті. Бір қаржы психологы деген түсінік бар. Сөйтіп бағанағы кісіні қазбалайды ғой. Так, сенің ақшамен достығың қашан басталды, алғаш қолың ақша қашан түсті, ол кезде не істеп едің деген сияқты. Сөйтіп бәрін қазып келген кезде әлгі кісінің жауабы мынандай болады да: мен кішкентай кезімде өзіме бір тетрис схема, бір нәрсеге ақша жинағам. Сөйтіп сол ақша жинап жүрдім. Бір уақытта үйге бір зат алу керек болды да, анам сол ақшаны менен тартып алды да, былайша айтқанда, сол үйдің затына жұмсады дейді да. Содан менде бір ой қалыптасып қалды, бір түсінік қалыптасып қалды. Қазір енді түсініп тұрмын деп тұр ғой, ересек кезінде соны түсініп тұрды. Демек, маған қолыма ақша түссе, мен одан дереу жұмсап тастауым керек оны. Әйтпесе, егер оны мен тез жұмсап тастамасам, оны ертең менен біреу тартып алады деген бір жасырын программа жатуы мүмкін да сіздің ойыңызда. Содан да шапаголик немесе бір ақшаны жаратқыштық деген бір нәрсе болуы мүмкін. Енді біз түрлі консультациялар, түрлі топтармен қаржы туралы сөйлесеміз ғой. Сол кезде бір адамдар, мен өзімді ұстай алмаймын дейді да, ақша алып қоямын дейді, стрессті покупкамен басам дейтіндер бар да. Стрессті покупкамен басам дейді да. Бұл жерде проблема ақшада емес қой, көрдіңіз ба? Проблема психологияда болып тұр. Проблема сол стрессті неге өзіне зиян нәрсемен басып жатыр ол. Стресс қайдан келіп жатыр? Стрессті бәлкім таңғы серуен арқылы, бәлкім бағанада бір жақын адаммен шүйіркелесу арқылы сөйтіп басу керек шығар. Демек, көрдіңіз ба, мына жерде мәселе тіпті ақшада, цифрларда да емес, адамның табиғатында болып тұр да. Қазір мен есіме, болмыс дегенде есіме түсіріп жатырмын. Мынау бізде бір хадис бар ғой, қарыздан құтылуға арналған дұға дегенше бір хадистер келеді. Сол дұғаны оқып көрсеңіздер, сол кезде бір мынандай мәтінде келеді: Аллахумма ини аузу бика минал хамми вал хазан вал ажзи вал касал деп келе береді да. Яғни Алла тағала мені мына
сипаттардан сақтай көрші деп бағанағыдай жалқаулықты айтады, үміт үзуді айтады, көңіл түсу деген сияқты андай бір бейшара болып қалу деген сияқты сондай бір қасиеттерден сақтай көр дейді да. Бірақ андай бір текстте мысалы қарызымнан құтылуға көмектесе көр деген сияқты бір прямой текстті мен өзім байқамадым. Неге енді қарасақ, сөйтсек, қарыз деген ол ақша түрінде көрініс тауып жатыр. Адамның өмірінде қарыз түрінде бір проблема бар, бірақ түпкі проблема адамның болмысында болып тұр да. Адам іштей жеңілген адам болуы мүмкін, іштей бағанағыдай үмітсіздікке беріліп қалған адам болуы мүмкін, қолын түсіріп қойған адам болуы мүмкін, бағанағыдай хәм деген сияқты, анау хазан деген сияқты әлсіздікке бір ұшырап кетуі мүмкін. Яғни проблема ақшада емес, болмысында болып тұр да адамның. Яғни адам мынау өзіңмен жұмыс істеген кезде ақшаңды реттеле бастайды. Ақша ол тек қана бір көрсеткіш. Сенің ішкі әлеміңде, болмысыңда болып жатқан нәрселерді үлкейтіп көрсетуші нәрсе ғана ақша деген. Ол ақша бөлек, болмыс бөлек деген болмайды ешқашан. Сол үшін біз ақшам жетпей жатыр, ойбай қанша курсқа бар жазыл, бірақ та ішкі болмысыңды реттеп алмай, сенде ақшамен мәселе бола береді. Ақшамен мәселе бола береді. Ақша, айттық қой, адамды бұзбайды. Ақша адамды бұзбайды. Ақша ол тек қана адамның болмысын үлкейтіп көрсетеді. Мысалы, адам болмысынан жомарт болса, онда оның қолына ақша бітсе, ол жан-жағын жарылқай бастайды. Жан-жағына бағанағыдай ақшасын беріп, мәселелерін шешіп, жомарттығы қатты көріне бастайды да. Ал егерде адам сараң болса, онда оның қолына ақша бітсе, оның сараң екендігі қатты көріне бастайды. Беретін кезде бермейді деген сияқты, өзінен де өзгеден де ақшаны аяйды. Дәл сол сияқты адам егер де тәкаппар болса, онда ол қолына ақша біткен кезде оның тәкаппарлығы қатты көрінеді. Мысалы, кедей тәкаппардан сақта деген сөз бар ғой. Бір кісіде ақша болмауы мүмкін, бірақ ол сол үшін ақшасы болмағандықтан ол тәкаппарланбауы мүмкін да. Тәкаппарланбауы мүмкін. Өйткені немесе тәкаппарлығы көрінбеуі мүмкін да. Бірақ сол кедейдің қолына ақша біте қалса, анау тәкаппарлығы қатты көріне бастайды. Бағанағыдай біреулерге бір нәрсе істеп, бір құлша жұмсап, бұрынғы достарын былайша айтқанда өзін зор сезініп, басқаларды қор сезініп кетуі мүмкін да. Сол үшін ақша деген нәрсе үлкейткішті, лупа сияқты ғой, адамның болмысын үлкейтіп көрсететін нәрсе. Сол үшін ақшаны басқару өте маңызды, бірақ та түбінде адамның өзін басқару ғой. Ақшаны басқару сол өзін басқарудан басталады. Мысалы, түрлі адамдарды көрдім. Мысалы, бір жеке өмірдегі дисциплинасы төмен, әлжуаз адамның ақшасы да сондай болады да. Ал өзін қолға алған, еңбекқор, уақытын, энергиясын дұрыс пайдаланатын, ысырапқа жол бермейтін, үнемшіл адам, оның қолында да ақша болады да. Яғни, мен бай деген түсінік бар ғой. Бізде жалпы бай, кедей деген нәрсе түсініктер кішкене, әсіресе бай деген түсінік бізде кішкене бұрмаланып кеткен біздің қоғамда. Бізде қазір бай дегенді қалай? Инстаграмда жарқырап, бір ана жерде жүреді, мына жерде жүреді, мынандай көлік мінеді, сондай бір образды бай деп ойлайды да. Бірақ та ол бай емес, ол кедей болуы мүмкін ғой. Қалай? Мынандай бір сөз естідім да мен, орысша айтқанда, бедные люди всегда хотят все иметь дейді да. Яғни кедей адамның болмысы ол барлық нәрсеге иелік еткісі келеді. Шынымен де кедей адамдардың қарасақ, кедей адам зат жинағыш болып келеді. Ананда мынау менде болса екен, мынау мынандай болса екен дейді. А бай адамның болмысы ол инвестиция жасайды. Инвестиция деген, мысалы, бір затты алады да, екінші бір затқа салады, көбейтеді, қысқасы. Еңбек еткісі келеді да. Яғни, мысалы, бай адамның болмысы, ол мысалы бір көлік алмастан бұрын ол есептейді. Мысалы, бір кедей адамның зат сатып алғанына қарап білуге болады да. Мысалы, бір зат сатып алады, қандай мақсатпен сатып алады? Мысалы, бір бензин көп жейтін, налогы көп, бір аса бір көп функционалы ондай көп емес, бірақ жұрт мақтап жүрген бір көлікті ала салу мүмкін да. Анау кедей адам, ақшасы бар оның, бірақ болмысы кедей да оның. Неге? Ол алады да, бағана ақшаны сатып алады, сөйтіп сол
кедей болмысымен зат сатып алады, машина алады, ананы алады, мынаны алады. Иә, оның қолында қазір ақша бар, бірақ бір күні табыс түспей қалады ғой. Мынау заттың бәрін ол кредитке алып жатуы мүмкін, рассрочкаға алып жатуы мүмкін. Сөйтіп оның бір уақытта бәрінен айырылып қалуы да бір уақыттың еншісі ғана. Ол есептемейді да, мысалы, оның отбасы үшін ондай бір үлкен бір внедорожник керек емес бәлкім. Бірақ ол сатып алады да, мысалы бір джип сатып алады да, жылына 400 000 теңге налогын төлейді, оның дөңгелектері қымбат болады, обслуживаниясы, сервисі қымбат болады. Оны есептемейді, ол иелік ету несімен ойланады да кедей адам. Менде болса екен, мен жинасам екен деген сияқты бір иелік ету философиясымен ойланады да. Ал бай адам ол функционалмен ойланады. Так, ол зат сатып алмайды, ол функциясын сатып алады да заттың. Яғни қарайды, так, мен қазір мына көлікті алсам, бұның мысалы 3-5 литрден гөрі 2 литр машинаны алуым керек. Оның налогы мысалы жылына 20 000 теңге, дөңгелектері арзанырақ, обслуживаниясы мынанша, мына бағасын жоғалтпайды, 3 жылдан кейін алып қайтадан сатып жіберемін. Яғни ол затты емес, функционалды алады. Немесе шопоголиктер кедей адамдар, мен ойымша. Ақшасы бар, иә, бізде әсіресе ол Инстаграмда кімдер, жұлдыздар, әншілер. Мен сіздерге айтайын, мен сол жұлдыздармен араласатын Сырымбек ағамыз бар. Сол Сырымбек ағадан сұрайын. Сырымбек аға, осы кісілер бізге енді байдың образын насихаттап жүр. Бізде бір теріс ой қалыптасқанда, мынау бай деген кім деген кезде жарқырап жүретіндер бай деп ойлаймыз ғой. Бірақ асылы артын қазып көрсе, анау жоқ ақшаға, қарызға, рассрочкаға алынған заттармен жүруі мүмкін да, жарқырап. Және үнемі табыс түсе бермейді ғой. Бірақ сен анау нормаға үйреніп қалғансың, жұрт өзінің белгілі бір ортада солай киініп жүру керексің, сондай көлікпен жүру керексің, сол стандартқа сай болам деп, ол бағанағыдай қарызға өмір сүріп жатуы әбден мүмкін. Және солай да, өйткені Сырымбек аға маған растады, соны бір 80-90% солай. Сол үшін бізде мынау байлық дегенді кішкене түсінікті өзгерту керек. Бай деген кім? Бай деген ол ақшасына ұқыпты адам. Бай деген ол зат емес, функционал сатып алады. Ол заттың функциясына қарайды. Мысалы, мынау киімді бір затты сатып алатын болса, ол оның қолданылуын ойлайды да. Ол оны бір жинауды ойламайды, ол қолдануды ойлайды. Мысалы, киім алсын, машина алсын, үй алсын, бұны қалай қолданып көбейтем деп ойлайды да бай адам. Және ол ысырапқа жол бермейді. Бай адам, кедей адам ысырапқа жол береді, функционал емес зат сатып ала береді, зат жинай береді. Бұл кедей адамның болмысы. Және қайталап айтам, оның сыртқы оболочкасына алданбау керек. Мысалы, батыста көрсек, ең бай адам дегендерде, мысалы, Уоррен Баффетті алайық, Цукербергті алайық, Билл Гейтсті алайық, бәрі жұпыны киініп жүреді, бірақ кәдімгідей әлемнің бір жарты байлығы солардың қолдарында. Бұлар болмысы бай адамдар. Бұлар шын ақшаның, байлықтың мәнін түсінген адамдар. Олар мысалы үнеммен, ұқыппен қарайды. Мысалы Уоррен Баффет қанша бұрынғы көлігін, бұрынғы үйін әлі қолданып жатыр да, бұрынғы үйінде тұрады. Өйткені ол мән көріп тұрған жоқ та, артық зат жинауда. Ол жарайды, жаңа көлік алса, жаңа үй алса, машина алса, үй алса, оны қалай көбейтеді ол? Қалай көбейтеді? Көбеюі мүмкін ба ол нәрсе? Яғни бай адам сөйтіп қарайды. Мен де енді бір бай отбасында дүниеге келдім деп айтамаймын. Бірақ та мен үнемшілдік, әсіресе анамнан көріп өстім да, бай адамның подходын. Менің анам негізі бір шопанның қызы, бірақ сондай бір күніге ет асылатын отбасында өскен. Шынымен бір текті әулеттен шыққан. Сол үшін сол анамнан келді деп ойлаймын, көп қаржылық әдеттер. Үнемдейді, бірақ үнемдеудің артында анау затты көбейту деген нәрсе жатады да. Яғни жай үнемдемейді да, тықпалап бір ақшасын жинап, ақша жинау ғой, міне кедейдің психологиясы ақша жинау. Просто жинау. Ал бай адам ақшаны сақтап, үнемдеп, жинап, сосын көбейтетін адам да. Разница осы жерде. Кедей адам дүние жинайды, бай адам дүниені іске қосады, дүниені көбейтеді, дүниені қолданады. Айырмашылық осы жерде. Яғни мынау кітапта, қаржы қағидаларында үнемдеу деген нәрсе өте көп айтылады да.
бірақ бұны сіз солай түсінуіңіз керек. Үнемдеудің артында не жатыр? Үнемдеудің артында ресурс деген, ақша деген ресурсқа ұқыпты қарап, соны көбейту, соны одан сайын көбейту, сол үнемделген нәрсені елдің игілігіне, өзіңнің отбасының игілігіне жұмсау деген нәрсе жатыр да. Яғни ақшаны сақтап қойып, оны бір су сияқты борстып састу деген ой жоқ, идея жоқ. Осы жерде бір бұл тәпсір керек, көрдіңіз бе? Мына тәпсірдің біз жасап жатқан мағынасы сол ғой. Кітапты сіз дұрыс түсінбей қалмаңыз, негізі осындай ой жатыр деген нәрсе. Мен ең алғаш рет бай деген нәрсені, байлық деген нәрсе, бай отбасы деген нәрсені бір қатты сезінгенім 2023 жылы болды. 22 жастам Астанада бір менің сүт інім десек бола ма, қалай сүт? Яғни мен анам кезінде мені және анау бір баланы емізген да қатар, менімен жасты бала. Сөйтіп, енді біздің сол менің мамамның құрбысының бір таныстары, туыстары ғой олар. Сөйтіп, олар әлі күнге дейін бізбен араласады, арасында хат алмасып не істеп тұрады. Бірақ менің былай айтқанда айтады ғой, кровный деген брат болады, мынау молочный брат дейді. Сүт жағынан інім, бауырым бар да. Сол жігіттің ата-анасы мені бір рет қонаққа шақырды да, Астана жақта. Сөйтіп үйіне барсам, анау кісі енді кәдімгідей үйлері мықты, бір жарқырап тұр деп айта алмаймын, бірақ та өте қалталы азаматтар, бірақ өте қарапайым киінеді. Таңертең ерте тұрып, есік алдын ер азамат өзі сыпырып, ана жұмыстарын реттеп, дастарханын жайып, бір еңбекқор да, еңбекқор. Сөйтіп ананы көбейтуді ойлайды да, мына жерге бақша салу керек, мынаны бүйту керек дейді да. Оның бай адамның болмысын көрдім да, мен сезіндім сол кезде. Инстаграмдағыдай бір жарқырап тұрған машинасы да жоқ, басқасы да жоқ, бірақ болмысы байда. Ол затты алған затын көбейтеді, бір нәрсе өндіреді, бір нәрсе шығарады. Бай адам солай ойланады. Бай адамның болмысы солай. Мына кітапта айтады ғой, бай адам өнім шығарады, кедей адам сол өнімді тұтынады. Сұрақ, сіз қазір өнім өндірушісіз ба, жоқ тұтынушысыз ба? Өнім деген әртүрлі болады. Рилс шығарып жүреді, бір пост шығарып жүреді, өз мүмкіндігіне қарай. Немесе бір заттар жасап жүреді, келеді, бір есік алдынан бір гүл егіп жібереді, бір жер үй болса, бір нәрсе егіп жібереді, бір жоқтан бар жасап, құрастырып сөйтіп жүретін адамдар бар. Олар шын мәнінде болмысы бай адамдар. Мысалы, скидка іздеп, мына жерден скидка алып, мына жерден скидка алып, артылған ақшаға тағы бір нәрсені көбейтіп, яғни бай адамның болмысы деген түсінік бар. Біз кейде осыны біз шатастырып жатырмыз. Мынау кітап шын мәнінде байдың кім екенін, кедейдің кім екенін ашатын мысалдар өте көп. Маған көп хаттар келеді. Мен шын мәнінде бір алданып жүрген екенмін. Мен байлықты мына нәрседе ойлайтын, кедейлікті мына нәрседе ойлайтын деп, қазір енді ойым өзгерді деген сияқты хаттар келеді. Сол үшін достар, сіз болмысыңызға қараңыз. Сіздің болмысыңыз қандай болса, ақшаңыз да сондай болады. Ақшаны қалай басқаратыныңыз, яғни өз ішіңе үңіл деген сұрақ қой. Өзіңе үңіл, өзіңді зертте, өзің мінезіңді зертте, неге ондаймын? Сенің мінезің ақшаң, сенің ақшаң қолыңдағы. Мінезіңнің, болмысыңның, табиғатыңның бір үлкейтілген көрінісі ғой. Соны түсінсең болды. Ақша деген бір бөлек нәрсе емес. Мысалы, мінезің, болмысың бөлек, ақшаң бөлек, олай болмайды ешқашан. Қашан сен өзіңнің болмысыңды шопоголик, тұтынушы болмысыңды бағанағыдай инвестор, үнемдеуші, өнім өндіруші деген болмысқа ауыстырасың, сол кезде сенде ақшаңды реттеле бастайды да, қаржылық жағдайың. Түйін осы достар.